Үй жағдайында керемет булочки жасаймыз. Ол үшін бізге керек осылай бөлме температурасында жылы сүт керек. Оған жарты қасық дрож, қант қосып қойып қоясыздар көтерілгенше. Одан кейін екінші ыдысқа да сүт, бір жұмыртқа, кішкене тұзды қосып жіберсеңіздер болады. Сосын мен ұнға осындай май қосамын, себебі 3-4 күнге дейін булочкаларыңыз қатпайтын болады. Ұнға мұжғылап тұрып осылай араластырып, кішкене ғана разрыхитель қосам, қант қоссаңыздар болады. Мен балаларым қант жақсы көреді, сол үшін қантты көбірек қосам. Жаңағы қоспалардың барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боласыздар ұнды қоса отырып. Сосын осылай бетін жауып, бір 45 минутқа қойып қоясыздар. Одан кейін алып, осындай пішіндер, неше түрлі пішінді булочкилар жасасаңыздар болады. Мен роза түрін жасадым. Осылай бір-біріне жабыстырып, розаны істедім. Күшті, керемет, жұмсақ булочки шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Одан кейін осы розаны жасағаннан кейін екінші түрін мен рогалики жасадым. Себебі рогаликиді балаларым жақсы көреді. Ішіне вареная сгущенка қосып жасаймын. Оның ішіне өздеріңіз білесіздер, қандай начинка қоссаңыздар да, варенье қосуға болады, шоколад немесе өздеріңіздің қалауларыңызға бойынша. Менде енді үйде бар жағдайда вареная сгущенка бар екен, соны қосып осындай түрін рогалики жасадым.